Быйылдан бастап елімізде әлеуметтік көмек көрсету жүйесі оңтайландырылуда. Енді арнаулы әлеуметтік қызмет түрлерін мемлекеттік органдардан бөлек үкіметтік емес ұйымдарда ұсыналады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім береді, мүгедектерді жұмысқа орналастырып, оларға тиісті жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерін алуға жәрдемдеседі. Бүгінде Петропавл қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты 6 бөлімше бар. Бәрі де қоғамның әлжуаз топтарына әлеуметтік көмек көрсетумен айналысады. Әсіресе 1,5 және 18 жас аралығындағылар ерекше қамқорлыққа алынған. Мы занимаемся с детьми-инвалидами. Біз психоневрологиялық патологиялары бар жандармен, тірек қимыл аппараты зақымдалған балалармен, бірінші және екінші топтағы мүгедек жеткіншектермен жұмыс жасаймыз. Үйлеріне барып сабақ өткіземіз. Бүгінде облыс орталығында тұратын 500-ге жуық қария мен мүгедек және 81 мүмкіндігі шектеулі бала қалалық бөлімшелерге тіркелген. Біздің орталықта педагогтар балаларға инклюзивті білім береді, оларды қоғамға бейімдейді. Мүгедектердің жұмысқа орналасуына тиісті жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді алуға жәрдемдеседі. Құжаттарын ресімдеуге көмектесеміз, заңгерлік қызмет түрін ұсынамыз. Биылдан бастап елімізде әлеуметтік көмек көрсету жүйесі оңтайландырылуда. Өзгеріс жайлы дөңгелек үстел басында айтылды. Бұдан былай арнаулы әлеуметтік қызмет түрлерін мемлекеттік органдардан бөлек үкіметтік емес ұйымдарда көрсете алады. Оған қоса кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау жүйесі де жетілдірілмекші. Енді әлеуметтік қызметкерлер 3 жылда бір рет қысқа мерзімді курстардан өтіп тұрады. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.